Студент өзін науқасқа таныстырды. Науқас баланы не ата-анасын тексерумен таныстырды, түсіндірді. Мұқият қолын жуды. Керекті аспаптарды дұрыс таңдап алды. Эсмарх кружкасы, залалсызданған базилин, түтікшесі бар резеңке зонт, 10-15 литр көлемде алдын ала дайындалған 1% гипертониялық ерітінді, латекстік қолғап, сұйықтықты құятын ыдыс, шылапшын, пленка, үлкен жөргек. Халат, пленкалы фартук, латекстік қолғапты киді. Пациентті сол жақ қырынан жатқызып, аяғына тізесіне бүгіп, ішіне қарай тартты. Жуып шаятын су шылапшынға ағылу үшін жамбасасына пленка салды, оның үстіне жөргек салды. Системаны дайындап, зондтың тұйық жағына залалсызданған базилин майын 30-40 см бойына жақты. Екі жамбастың аралығын бірінші-екінші саусақтарымен ашып, зондты айналма қимылымен 15-20 см тереңдікке енгізді. Эсмарх кружкасын зондқа жалғап, пациенттің дене деңгейін төмен ұстап, оны кішкене еңкейте отырып 0,5 литр су құйды. Эсмарх кружкасын абайлап, 1 метр жоғары көтеріп, суды шекке жіберіп, саңылаудың түбіне дейін қалдыру қажет. Эсмарх кружкасын еңкейте отырып, пациенттің дене деңгейінен төмен түсірді. Алынған сұйықтықты жуып шаятын су үшін арналған шылапшынға төкті. Құйылған және шыққан судың сәйкестік ережелерін сақталуы қажет. Жуып шаятын су таза болғанша қайталады. Науқастың жағдайын бағалады. Зондты жайлап алып, дезинфекциялық ерітіндісі бар ыдысқа салды. Тікшектің кірер аузын Тікшектің кірер аузын тазалады. Қолғапты, фартукты, халатты шешіп, дезинфекциялық ерітіндісі бар ыдысқа салды.